Қайырлы кеш, мен болашақ миллионерлерім, қалайсыздар? Біріншіден сіздерді мейрамдармен құттықтаймын. Кім бұл күнді қалай өткізді, айтыңыздаршы. Содан кейін көп сұрақ келіп түсіп жатыр екен. Бізде мынандай ситуация болып жатыр қазір. Кеше курсқа тіркелем дегендердің ішінде рассрочканың ссылкасы дұрыс істемей қалыпты. Содан біз курсқа ілінбедік, бізге возможность беріңіз деп қаншама адам жазып жатыр. Сондықтан сіздерге жағымды жаңалығым бар. Біріншіден 27 ағынға қосылам дейтіндеріңізге, пожалуйста, тағы да 12-ге дейін уақыт береміз. Қосылыңыздар. Бізде техникалық ахуал болып қалды. Біздер рассрочканың ссылкасы жұмыс істемей қалды. Бізде Альфа-банктан рассрочка бар. Ол дегеніміз 12 айға бөліп төлейсіздер, ешқандай переплата жоқ. Ешқандай переплата жоқ, переплатаны біздің компания төлейді. Сондықтан да бұл 27 ағымға қосылам дейтініңіздерге мархабат, келіңіздер, қосылыңыздар, 3 сағат уақыт сіздерге беремін. Ал 27 ағынның ерекшелігіне де басқа ағындарға қарағанда бұл жерде бір күшті. Біріншіден әр адам менен сыйлық алады. Вообще проигравших нет дейді ғой, да? Әрбір адамға мен подарок берем. Бұл тендер күні. Біз бір күнді белгілейміз қаңтар айында. И бірге отырып, басқа қалалар Zoom арқылы қосылады. Ал Алматы қаласының тұрғындары біздер бір жерде жиналамыз. Тендер түнін өткіземіз. Тендер түні дегеніміз біз бірге отырып заявка береміз. Барлық методтарға, сатып алу методтарына сіздер бірінші оқып аласыздар. Кейін тендер түні практикалық түн болады. Ол әр қайсыңызға тегін. Негізі оның бағасын мен, по-моему, 60 мың теңгеден өткізген әр адамға. Бұл сізге бонус ретінде, подарок ретінде болады. 27 ағының именно студенттері, шәкірттері деп айтайын. Сонымен қатар 27 ағының ерекшелігі бұл ағын розыгрышқа кіреді. Себебі біз 300 адамның ішінде розыгрыш жасайын деп жатырмын. Мен розыгрыштың условиялары өте оңай. Біріншіден әрекет жасау. Бұл курс сатып алу. Курстың бірнеше пакеті бар бізде. Госзакупта онлайн формат бар, офлайн формат бар. Сол пакетті сатып аласыздар, сабақты көресіздер. Әр группада бізде 10 адамнан, әр группада өзінің кураторы бар, плюс мен отырамын, бұл группаларда консультация берем. Содан кейін VIP пакеттен жоғары VIP болмаса премиум пакетті алғандардың ішінде сол кісілер розыгрышқа ілінеді. Розыгрыш пландай болады. Бірінші орынға наставничество деген болады менен. Бұл дегеніміз біз шетелге барамыз. Екеуміз, сол адам екеуміз барамыз. Вот. Қазір ойланып қалдым, кім ұтады екен деген сияқты. Әйел адам болса бір номерда тұрамыз. Ер жігіт болса бөлек 2 номер. Жалдаймыз. Сондай ойланып қалдым да. Вот, шетелге барамыз, барлығын компания төлейді, жол ақысын, сол жердегі гостиницаны біздер төлейміз, тамақ, барлығын біздер төлейміз. Бір апта бойы сол шетелде боламыз, сабақ оқимыз, тендерге заявка береміз. Бұл бірінші орынға, 300 адамның ішінен таңдаймын. Екінші орынға 2 адамға инвестиция берем, 100 миллионға дейін. 100 миллионға дейін 2 адамға инвестиция берем. Үшінші орынға, екінші орынға шатастым, кешіріңіз. Екінші орынға не берем мен? Самұрық қазына деген пакет бар. Бұл басқа платформа. Бұл жерде нас компаниялар өздерінің тендерларын жариялайды. Сол 2 курсты тегін берем 2 адамға. Негізі мен 21 адамға сыйлық сыйлайын деп отырмын 300 адамның ішінен. 2 адамға самұрық беріледі. Үшінші орынға 3 адамға инвестиция беріледі 100 миллионға дейін. Төртінші орынға 4 ноутбук сыйлаймын 4 адамға, потому что ноутбук тендерге ең қажетті нәрсе. 5-ші орынға 5 бьюти бокс, енді жігіттер қыздарына сыйлайды. Қыздар өздерін қолданасыздар. Күшті косметиканы өзім таңдап салам, бұйырса. И 6-ші орынға 6 корзина, тәттіге толы корзиналарды ойнатамын. Бұл розыгрыш 31 желтоқсан болады. Подарокты Алматы қаласынан өздеріңіз алып кетесіздер, туыстарыңыз болса. Сондықтан сондай розыгрыш болады. Бұл розыгрыш
31 күні біз ойнатамыз. Желтоқсанның 31 күні мен шетелде болсам да, қай жақта болсам да бұл розыгрышты ойнатамыз. Мінеки 27 ағынның ерекшелігі осында. Сонымен қатар мен айттым жаңа, әрқайсыңызға бонус, бұл тендер түні, бұл практикалық түн. Тендерге бірге қатысамыз отырып. Вот так вот. Пишет, что тут кеттік бірге онда дейді. Мына жақта екі трансляция болып жатыр менде, біреусі ТикТокта, біреусі Инстаграмға. Разный номер, не надо, почему так смущаетесь дейді. Я просто не думала почему-то об этом, сейчас подумала. Так, енді сізге сәлеметсіз бе Жанна? Сәлеметсіздер ме? Қаншам сізге тендерге сабаққа қатысам деймін, пожалуйста. Мына жаққа телефонды қыстырып кетейін. Егер де бір сұрақтарыңыз болса, консультацияны алам десеңіздер, қазір номер жазайыншы, 8777, қазір мына жаққа қыстырып қояйын. 777-288-66-99 нөміріне хабарласасыздар. Мінеки мен мынаны қыстырып қояйын, прикрепить комментарий. Осы нөмерге хабарласасыздар, толық консультация аласыз. Балалар қазір жұмыс жасап жатыр. Енді Асема, Жанна, саламатсыз ба? Ғани Талибаев дейді. Так, сізге тендерге сабаққа қатысам деймін, пожалуйста, мархабат, хабарласыңыздар. Курс қанша дейді Жанна? Толық курс 160 мың теңгеден басталады, толық курс. Мен курсым 3 модульдан тұрады, ішінде запрос ценовых предложений деген сатып алу метод бар. Екінші модульде конкурстың барлық түрлері, үшінші модульде аукцион. Кстати, бүгін сториста көрген шығарсыз, тиктоктағылар сіздер білмейсіздер. Стористағы инстаграмда менде дәл осындай парақша бар, сториста. Бізде легенді Күлжахан апайымыз 15 күн Дубайға барады екен. Ол кісінің жасы 56-да, өмір енді басталып жатыр. Тендерде қатысып, енді нәтиже шығарып жатқан адам, мұғалім, қазақ тіл әдебиетінен береді. Бірнеше тендерді ұтып алған, енді сол ақшасына Дубайға барайын деп жатыр. 15 күні барады, 20 күні қайтады екен. Сондықтан видео жіберіңіз дедім. Бүгін кездестік. Енді оқытпаңыз, конкурент көбейіп кететін болды дейді Асема. Конкуренциядан қорықпаңыздар. Мен де 6 жыл бұрын конкуренциядан қорққам. Ешкімді оқытпаймын деп ойлағам, бірақ тендерлер өте көп. Барлықтарыңызға жетеді. 11 триллион 700 миллиард теңге. Даже бізде сонша адам тұрмайды Қазақстанда. Егер де әрбір адам тендермен айналысатын болса, соның өзінде қаражат әрқайсыңызға жеткілікті. Госзак бұл тек қана госзакуптың өзінде. Самұрықта тоже бюджет бар, Мидворкта да бюджет бар. Бізде Қазақстанда 15-ке жоқ платформа бар. Кім госзакуптан нәтиже шығарды, мына номерге хабарласыңыз, Самұрыққа жазылыңыз. Ол басқа платформа. Ол жерде сатып алулар жетеді. Ол жақта да бюджет жетеді. Так что конкуренциядан, Асема, вообще қорықпаңыз. И вы, по-моему, меня учитесь, Асема. Напишите на WhatsApp и давайте на Самрук. Там тоже хорошие деньги. Ақтауға қашан келесіз? Салтош бұйыртса келем. Но сіздер күтпеңіздер. Еще 27 ағының еще ерекшелігі қандай. Қазір тендердің нағыз науқаны болып жатыр. Тендерлер қазір өте көп. Тендерге қатысып, даже менде қаншама шәкіртім отказ беріп жатыр тендерден, потому что орындауға уақыттар жетпей жатыр да. Мен қосылдым, сабақ қалай бастаймын. Так, Қонақбаева Меруерт, сізге доступ берілді, қай группадасыздар, сол жақта куратор да бар. Айгерім деген служба технический поддержка бізде. Айгерім доступ береді, кеше көзі бадырайып, түннің бір уақытына дейін отырды ол қыз. Әрқайсыңызды жаңағыдай қосып жатыр. Почтаңызға келді ссылка. Келген шығар деп ойлаймын. 27 ағым VIP пакет. Все хорошо. WhatsAppқа жазыңыз, қазір Айгерім қосылады. Так. Кім бар тағы да? Қанша дейді Исмағамбетова. Курс 160 мың теңгеден басталады. Бүгінге аяғыңыз ауырған шығар дейді. Да. Ауырды. ТикТокта біз, между прочим, приседания жасап жүрмін мен. ТикТокқа жазылып қойыңыз. ТикТокта күнде стримда отырамын. Асема. Так. Тендер бәріне, да, действительно. Ер азамат болса күшті ғой дейді. Вот мына жақта біреу жазып жатыр. Типа мен өзім көріп үйрендім. Сіз конкурсқа қатысып жүрсіз ба, Айнаш? Вот менде сұрақ.
конкурсқа қатысып жүрсіз ба, аукционға қатысып жүрсіз ба? Ер азамат болса күшті ғой, джентльмен дейді Ержігітова Ляззат. Қымбат Булаева. Почему-то мен даже бұны ойланбаппын. Так, ту үйренгім келеді, бірақ мартта қатыса аламын, қазір емес дейді Ернұр. Өкінішті. ИП ашу керек па? Обязательно. Бұл жақта той или ИП ашасыз, сабақта бар. Мамытова, сәлеметсіз бе? Шарттарын айтып жіберсеңіз. Айжан Алжанова. Так, Жанар, кім? Айжан Алжанова. Шарттарын айтып кетейін. Қараңыздар. Біріншіден, обычно лотереяға адам қатысады ғой, да? Менің мақсатым әрбір шәкірттің нәтижеге жеткізу. Менің шәкірттерім нәтижеге жетіп жатыр, Құдайға шүкір. Олар әрекет жасаса нәтижеге жетеді. Сондықтан әрекетті көбейту үшін мен қатты ойландым. Не берсем екен шәкірттеріме, қалай именно жақсы нәтижеге жеткізсем екен деген ой мені мазалады. Сонымен тендер түнін әрқайсыңызға тегін беремін. Мен бұл тендер түнін, по-моему, 72 000 теңгеден жасадым. Еще жеңілдік болды, по-моему, 36 000-нан ба, сондай болды менде. Әрбір қатысушы осындай ақша төледі, 50% жеңілдікпен. Жеңілдіксіз 72 000 ба, сондай тұрды. Осындай тендер түнін мен сізге тегін беріп жатырмын. Әрбір адамға, курс сатып алған әрбір адамға тендер түні тегін болады. Алматы қаласында біз кездесеміз, алматылықтар. Басқа қаладан келсеңіздер де болады. Бұл күні белгіленеді, қаңтар айында жиналамыз. Болмаса зумнан қосыласыздар, бірге тендерге заявка береміз. Бұл тегін, әрбір шәкіртіме тегін болады. 27-ші ағынға қосылғандар. Кейін енді шарттарын айтайын. Бұл курсты, Сержан, мен айттым ғой, менде тендерлік оқытатын курстар, тендерден қалай пайда табуды үйретемін заң аясында. Қазір менде тікелей эфир Инстаграмда да жүріп жатыр, параллельный екі эфир болып жатыр. Сіздер тиктокқа жазылып алыңыз, тиктоктағылар, пожалуйста, сіздер Инстаграмға жазылыңыздар. И менде қазір 27-ші ағын болып жатыр. Кеше тіркелудің соңғы күні болатын. Бірақ өкінішке орай бізде Альфа-банктан рассрочка, ссылкасы дұрыс істемей қалды. Көп адамда қателік шықты. Сондықтан тағы да созыңыз, біз 27-ші ағынға қосыламыз деген адамдар саны көп, жеткілікті. Сондықтан тағы да мүмкіндік беріп жатырмын. Мінеки қазір 2,5 сағат қалды. Сіздер әлі де 27-ші ағынға қосыла аласыздар. Онлайнда бізде ешқандай орын саны шектеулі деген мен шығармаймын, сіздер білесіздер. Орын саны шексіз, бірақ уақыты бітеді. Біз потому что системаға поток шәкірттерді кіргіземіз, все, содан кейін система жабылады. Бүгін енді осындай техникалық ақау болғаннан кейін біздер қайтадан бұны жалғастырып жатырмыз регистрацияда. Енді бұл 27-ші ағын розыгрышқа қатысады. Розыгрышта 31 желтоқсан күні мен 27-ші ағыннан бастап жазылған шәкірттерге 300 адамның ішінде неше түрлі сыйлықтар ойнатамын. 31 желтоқсан күні бұл жаңа жылдық сыйлық деп айтсақ та болады. Бір адамға өзімнің наставничествомды сыйға берем, айтқандай, бұл услуга қазір бізде наставничество желтоқсаннан бастап сататын болатын шығармыз. Бір айлық бұл менің тығыз жұмыс істейміз, нәтижеге жетеміз, оның құны 1 000 000 теңге болады. Енді курстардың бағасы 160 000 басталады. Мына розыгрышқа қатысатындардың бағасы 200 000 болмаса 300 000 пакеттері VIP және премиум. Екеуісінің айырмашылық, біреусінде консультация бар. Менің кураторларым премиумда инвестиция, 100 миллионға дейін инвестиция бар. Енді шарттарын айтып жіберіңіз. Енді розыгрыш туралы айтайын. Бірінші орынға мен өзім наставничествомды тегін берем. Шетелге апарам бұл адамды. Ер азамат болама, қыз бала болама, толық жол ақысын, тұратын жерін, ішетін тамағын толық өзім төлеймін. Бір апта біз шетелде боламыз. Шетелде отырып тендерге заявка береміз. Мен өзім қанша мемлекетте болдым, сонша мемлекеттен заявка лақтырғам. Европада да болдық, Азияда да болдық. Единственное, что мен Африкада, мен Антарктидада болған жоқ, но жақтан тендерге, Қазақстанның тендеріне заявка лақтырмадым. Интернет болса болды. Кез келген мемлекеттен тендерге қатысуға болады. Мен сіздерге сторис видео түсіріп жіберемін әлі де. Бұл бірінші орынға. Мен 21 адамға сыйлық сыйлаймын. Екінші орынға 2 адамға самұрық қазына курсын тегін беремін. Үшінші орынға 3 адамға не берем?
үш адамға премиум, үш адамға инвестиция беремін 100 миллионға дейін тендерге қатысу үшін. Төртінші орынға 4 ноутбук сыйлаймын. Ноутбук себебі әр адамға керек, тендерге қатысатын адамға. Содан кейін 5-ші орынға 5 beauty box. Бұл әсіресе қыздардың жақсы көретін подаркалар деп айтсам болады. Косметиканы өзім сіздерге салып беремін. Қыз бала ұтып алса онда күшті. Егер де ер азамат ұтса, онда қызыңызға или тама еліңізге сыйға бересіз жаңа жылға. И 6-шы орында бізде 6 адамға тәттіге толы корзина жинап беремін. Өзім жақсы көретін тәттілерімді салып беремін. Жаңа жылдық дастарханға 31 күні ойнатамын. 31 күні офистан келіп туыстарыңыз басқа қалған адамдар ұтып алса, офисқа келіп алып кетуге сізге тура келеді. Вот так вот. Вот, сержант, түсініп алдым ба? Енді қайырлы кеш дейді Қайрат. Қайырлы кеш. Қалай анықтайсыз оны дейді. Темируерт, ойын өте әділ өтеді. Оны біздер тағы да ақылдасамыз. Инстаграмда дырылдатып бүйтіп комментариялар жасаймыз ба? Или сіздің группаңыз, наверное, скорее всего, 300 адам болады ғой бұл розыгрышта. Сіздерге әрқайсыңызға номерок берілетін шығар. Сол номерок бойынша бүйтіп айналдырып қағаздарды соның ішінен суырып аламыз ба? Көреміз. Қалай ойнатқанда әлі көреміз. Мен әлі даже белгісіз қай мемлекетте болатын ол кездер. 31 желтоқсан күні мен бір жаққа кетіп қаламын. Это точно, бірақ қай жаққа әлі өзім біліп тұрған жоқпын. Оны көреміз. Так, дауысыңыз күшті дейді Қайрат, рахмет көп. Рахмет, өзім де жаман емеспін. Так, кеш жарық Ақнұр. Сіздердің комментарияларыңыз қаншама адам. Омарова Нұргүл, сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай, сіздің сабағыңызды қашан оқиды екенмін, әне-міне деп жүргенше қанша уақыт өтті. Вот, Омарова Нұргүл, әрекетке берекет деп айтам мен әрқашанда. Сіздер қараңыздар, былай санасақ да, менің жасым 37-де. Біз өмірдің бәрі математика. 37-де. Бұл дегеніміз, бір жылда 12 ай бар. Бұны 12-ге көбейтемін да. Плюс бұны көбейтемін әр айда, получается, кем дегенде 4 дүйсенбі бар да. 4-ке. Сонда, получается, менің туылғаннан бастап, менің өмірімде 1776 дүйсенбі болыпты. Көп адамдар, қойшы с понедельника бастаймын, с понедельника арықтаймын, с понедельникті өмірімді өзгертем деген сияқты. Қараңыз, әне-міне дегенше қаншама сізде дүйсенбі өтіп кетті, соны ойлаңыздаршы. Қаншама возможность кетіп жатыр деген сияқты. Сіздер ойланып жатқанда менің шәкірттерім миллион таза пайда тауып отыр. Вот так. Уақыт өтеді, уақыт зымырап өтеді. Я оқып жатырмын дейді. Сема, не бойтесь. Всем хватит тендеров, всем. Тендер мен госзакуптың айырмашылығы бар ма? Ержігітова Ләззат, жаным. Тендер дегеніміз бұл сатып алу. Енді госзакуп бұл платформа. Госзакуп.gov.kz деп аталады. Вот сол жақта тендер жарияланады. И Самұрықта да тендер жарияланады. И Митворкта да тендер жарияланады. И әлі 15-ке жуық платформа бар, көп жерде тендер жарияланады. Тендер дегеніміз бұл мемлекеттік сатып алуға. Так, не берейін деп жатырсыз дейді. Сержан, сен осындасын ба, түсініп алдың ба? Так, сондай айырмашылығы. Госзакуп бұл портал, бұл жақта мемлекеттік сатып алулар. Госзакупта 20-шы жылы 11 триллион 700 миллиард теңге бөлінді. Так, дальше қандай сұрақтарыңыз бар? Ержігітова Ләззат бір ғой дейді. Бір емес. Асабаев, білмесеңіз айтпаңызшы. Розыгрышты қалай анықтайсыз, жеңімпазды Меруерт? Оны айттым ғой, ақылдасамыз әлі, уақыт бар. Кеш жарық Акелес. Қатты тендер инвестицияға қызығып жүрмін. Давайте жанына қосылыңыз. Жаңа Өзен қаласынан сәлем. Акция туралы не айтасыз? Акция туралы айттым ғой. 27-ші ағынға кім тіркеледі? Сол кісілердің 27-ші ағынан бастап 300 адамға арасында біз сондай розыгрыш жасаймыз. Так, строительно-монтажных работ туралы не курста бола ма? Например, условная скидка, налоговая нагрузка, О-маркет.
Так, Ахмед Астана. Если у вас строительно-монтажные работы, онда условная скидка деген бар, налоговая нагрузка түсіндірем. О маркет ол бөлек оқытылатын дүние. Поэтому о маркет оқимын десеңіз мархабат, оны басқам. Тиктоктың пайдасы қандай? Тикток вообще қызық екен. Тиктокта менде подписчиктер өте аз. Қазір айтайын сізге қанша екен тиктокта менде. 117 подписчигім бар. Дәл осындай название тиктокта, логотипта дәл осындай. Рустем, сәлем. И менде, получается, 117 подписчик. Бұл тікелей эфирге шығу үшін тиктокта қасым кем дегенде 1000 подписчигім болу керек. Бірақ менің сестренкам, ода 500 000 подписчик бар тиктокта. Ол мені қосып қойды. Мен қазір тікелей эфирде отырмын тиктокта да. Вот. Сонда тапсырма орындайын екенсің. Кеше 300 минут тиктокта тікелей эфирде отырдым. Киньте, пожалуйста, я буду вам благодарна, Рустем. И вот. Подписчигім аз болғаннан кейін бұл жақта өзінің тапсырмасын орындайсың. Бұл жақта енді 1000 монет маған заработать ету керек екен. Бұл да кәдімгідей жұмыс. Отырасың, сонда саған какие-то подарки жібереді. А вот сіздер маған сердечкаларыңызды аямаңыздар тікелей эфирде. Вот, сондай, рахмет, Рустем. Теперь неше күн курс сага. Онлайн курс сізге сатып алған пакетіңізге байланысты доступ беріледі. Например, 1 айға или 2 айға или 6 айға деген сияқты. А негізі курсты сіздер бір айдың ішінде оқып шығасыздар и 2 ай тегін консультация болады. Бұл 200 000 VIP пакеттен VIP пакеттен басталады. Премиум уже 300 000 болады. Рустем, рахмет. Мұрат, сіз қай кинода ойнадыңыз дейді. Мен актрисам, кстати, да, көп кинода ойнадым, мен класстастар деген сияқты кинолар. Мен өзімнің жеке продюсер ретінде кином шықты. Достучаться до мужчин деп аталады. Кинотеатрларда өтіп кетті. Премьерасы наурызда болды, 7 мартта. Актрисам, бірақ мен кәсіпкермін. Көбінесе кәсіппен айналысам. Кино это для души. Күшті мықтысыз дейді, рахмет. Сабина ханым, алғысым шексіз. Кеше берген мүмкіндігіңізді қолданып VIP пакетке тіркеліп үлгердім. Алла разы болсын, көп рахмет дейді. Ой, рахмет сізге. Рахмет. Осындай вообще благодарность естігенде қиын риза болып қаласың. Так, мен мынаны скрин жасап алайыншы құрсын. Қазір сіздің комментарийіңізді өзіме сақтап алам. На память. Рахмет. Ақжарқын. Әрекетке берекет, енді курсқа тіркелдіңіз, енді әрекет жасаңыздар. Так, оқу ақысы неше теңге? 160 000 теңгеден басталады. Қайырлы кеш, Айнаш. Мұғалім едім, атымыздан ИП ашуға бола ма? Болады. Маған ноутбук болса болады, ноутбугым жоқ дейді Ернұр. Тендерге обязательно ноутбук керек. Егер де курсқа тіркелем десеңіз, ноутбук или компьютер міндетті түрде болу керек. Сразу барлығыңызға айтам. Сіз қай бағытта кәсіпкерсіз, Каспи туралы естідіңіз ба дейді. Мұрат, бізде юрлицоға бізде барлығы. Кстати, сіздерге айтайын дегенім, әрқайсыңыз курсқа кім тіркеледі, бізде мынандай договор бар. Біз черный налмен жұмыс істемейміз. Біздікі барлығы түскен ақша компанияға түседі. Әр шәкіртімізбен осындай келісім шарт жібереміз. Біз келісім шартқа қол қоймағанша біз ешқандай курсқа доступ бермейміз. Поэтому осындай қол қойылады бұл договор екі жақтан. И бұл жерде гарантия бар. Егер сіздің біздің курсты сатып алсаңыздар, бірақ толық сабақты көріп шықсаңыз, бірақ ешқандай нәтижеге жетпесеңіздер, біздер курсқа төленген ақшаны, қаражатты толық қайтарамыз. Бұл келісім шартта болады. Мен өзім юристпін, қаншама рет айтам. Поэтому ондай сөзбен айтқанды мен көп жақтыртпаймын, потому что сөз ол сол айтылған жерде қалады. Біздер енді госзакупта и всякий тендермен жұмыс істеп үйрен қалған адамбыз. Біз демек келісім шарт бойынша жұмыс істеп үйрен қалған адамбыз. Сондықтан біз үшін әр айтылған сөз қағазда болу керек. Мен мәселен гарантия берем. Егер де курс сатып алсаңыз, бірақ ешқандай нәтижеге жетпесеңіз, сіздің қаражатыңыз толық қайтады деп, бұл келісім шарт бойынша мен сіздерге гарантия беремін. Вот осылай. Поэтому маған Мұрат, Каспи не болса да, маған без разницы, потому что ақшаның барлығы түсетін, бұл компанияға түседі. Біз өйтіп әшейін переводпен жұмыс істемейміз. Так, товарды поставщиктерден алуды үйретесіз ба? Да, Тимиргалиев үйретем. Бізде даже не бар. Как его?
поставщиктер тізімі бар. Әлеуметтік жобаңыз қашан басталады? Мадина Абжалеловна. Өкінішке орай, сол әлеуметтік жобаға мен адам таппай қойдым. Қаншама блогермен тікелей эфирге шықтым. Көбінесе жазған адамдар курсты тегін оқығысы келеді. Шын мәнінде прям қажеттілік болып жатқан адамды мен көріп тұрған жоқпын, если честно. Потому что мен айтым, жағдайы өте нашар адамға мен көмектескім келеді, бұл әлеуметтік жобаға алам деп өзім жоспарладым, бірақ өкінішке орай ондай өзіме герой таппадым. Потому что көбісінде, например, тұратын жерлері бар, пусть съемный болса да бар. Да, жұмыстары бар, например, да, айта алмаймын, что жұмысы жоқ деген сияқты. Поэтому шын мәнінде прям, который человек хочет или нуждается, мен ондай адам әлі таппадым. Бірақ ойда бар ол әлі де проект, білмеймін, көреміз. Сіз қалай эфирде 117 подписчикпен шықтыңыз? Вот Мұрат солай шығып отырмын стримға. Так, сабағыңыз қанша? 160 мың теңгеден басталады. Кеш жарық берік қалайсыз? Вот берік тош тендер ұтып жүр. Я дұрыс айтасыз дейді. Тендермен жұмыс жасау үшін қанша ақша керек? Кем дегенде 50 мың теңге. 50 мың теңгемен бастап кетуге болады. Тендерде 3 нәрсе сатып алынады. Кез келген товар, кез келген жұмыс и кез келген қызмет. Только бьюти индустрия сатып алынбайды. Тырнақ өсіру, такой кірпік өсіру деген сияқты заттар сатып алынбайды. Так, документі аз, қайсы портал? Нұрс. Бар жағында документ бар. Ну, документі дұрыс алды біз үйретеміз. Так, дальше кеттік. Әлеуметтік проект болып жатыр ма? Жоқ, болып жатқан жоқ. Кейіпкері жоқ оған. Ахиллес жүрек. Ой, жандарым менің жүректерді жіберген түрлерінен жаудырыңдар жүректеріңді. Қандай киноға түстіңіз? Кинолар көп, сериалдар да көп. Баяғыда КТК арнасында Қыз қылығы деген бағдарлама болатын. Мен соған сол жақта актриса болдым. Кейін сериалдарға шықтым. Любовь трактористы, өмір өткелдері, ұстаздар көп, в общем, сериалдар көп. Кинолардан алатын болсақ, 16 қызыға түстім, бірақ оны кесіп тастады. Класстастарға түстім. И достучаться до мужчин, полнометражный менің кином бар, өзімдікі. Так, мен күйеуіме айтпай бір курс так, енді айтып қатысайын деп едім, бірақ жаңа жылдан бастап. Ернұр, сіз чо? Мен күйеуіме айтпай бір курс оқып едім, дым шықпады, енді жаңа жылдан кейін жолдасыма айтып қатысайын деп едім, бірақ жаңа жылдан кейін бастап дейді. Басқа курсты оқығанда, басқа адамнан оқығансыз ба? Вообще көп адамдар тендерден пайда табуды үйретемін дейді. Запрос ценовых предложений ғана үйретеді, все мен байқағаным да. Запрос ценовых предложений ең кішкентай тендерлер 11 миллион 680 мың теңгемен шектеледі. А мен үйтіп үйретпеймін. Мен мәселен бір платформаны алам, госзакупты да толық үйретіп тастаймын. Барлық методтарды маған жалко емес. И потом көп адамдар тек қана товар сатуды үйретеді да. А менде үшеуі де бар. Товар да бар, қызмет те бар, жұмыс та бар. Поэтому үшеуінде де тәжірибе бар. Поэтому мен аямай бәрін айтамын. Так. Сізден ең үлкен сомадағы курсты алсам, 100 миллион инвестиция ала аламын ба дейді. Я арзан товар Павлодар, по-моему, да, ала аласыз. Бұл жерде көп адамдар ойлап қалады екен, 100 миллион инвестиция бұл кісіден алып алайын, и потом мен үй алайын, машина алайын деген сияқты, или бір бизнес ашайын деген сияқты. Ондай емес. Мен инвестициям конкретно тендерге арналады. Тендерге ғана беремін. Так, на нас подписался Асет дейді. Асет, сәлеметсіз. Немене? Ернұр, сіз қайдан оқыдыңыз? Бізге де солай айтқан дейді. Қайтарамын деп, бірақ қайтармады, барлығын істедім. Клиенттер келеді, сөйлесе алмай қаламын. Өткені зат қолымызда болмаған соң ол туралы сипаттама айта алмай қалатынмын, бірақ ақшамды қай дейді. Қараңыз, Ернұр, сіз кімнен оқыдыңыз, мен білмеймін. Ешқандай басқа курстарды жаман ештеңке мен айтпаймын, ешкімді жамандамаймын. Мен сондай адаммын. Біреудің өміріне кіріспеймін, және біреудің менің өміріме кірісетінін жақтыртпаймын.
Өзім үшін жауап беремін. Бізде вот келісім шарт бар, пожалуйста. Осы келісім шартқа қол қоясыз и вперед. Нәтиже болмаса, онда ақшаны қайтарамыз, сонда проблема жоқ. Зульфия, Зульфия, вот у меня оқып жатыр деген смайлик жіберді. Как думаете, стоит участвовать в тендере с хозтоварами? Можно, почему нет? Так, я тендер үшін дейді, не поняла. Все, сұрақтарыңыз бар ма, жоқ па? Давайте, сіздердің сұрақтарыңызға жауап берем. Сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Сіз эфирде, Мұрат, сіз эфирде қалай отырсыз дейді. 116 подписчикпен сөйтіп отырмын. Менде приглашение бар. Поэтому тиктоктың тапсырмасын орындап отырмын. Так, кеш жарық. Сабина ханым, кітап апаратындар СТКЗ сертификатпен апарама. Жібек Каусар, зависит қандай кітап. Рахмет сізге барлық сұрақтарға жауап беріп отырғаныңызға Алланың нұрын жаусын дейді Ернұр. Рахмет сізге. Ернұр, кімнен оқыдыңыз? Айтыңызшы, мен тікелей эфирде оқымай қойын, бірақ өзім үшін білейінші. Заказчиктен бе, поставщиктен бе дейді. 1688 деген сайттан Қытайдан товар неше күнде келеді дейді. Қытаймен жұмыс дегенді мен пока ешқайсыңызға үйретпеймін, потому что Қытаймен жұмыс деген опасно. Уақытылы товар келмей қояды. Вот. Өзім былтыр 800 мыңға жуық штраф пеня төледім осы үшін. Товарым уақытылы келмеді. Бізде мынандай ситуация болды. Мен Қытаймен жұмыс істеймін. Әрине, Қытаймен жұмыс деген өте пайдалы. Бірақ қазіргі кезде доставка дұрыс жұмыс істемей тұр. Біздің товарымыз, в общем, былай болды. Заводтан шықты, Урумчиға келді біздің товар, Қытай жақта. Сөйтіп, Урумчиде бір Қытайдан коронавирус тауып еді, толық машиналарды тоқтатып қойды. Кейін толық машиналарды тоқтатып қойды. И железный дорогамен жіберейік десек, уже жаңа жылға жоқ, біздің қазақтар андай петарды, ойыншық, сондай заказ беріп қойған, орын жоқ жерде. Сөйтіп, біз оны не істедік? Мен ол товарды алдым да Иу қаласына жібердім. Қазір білесіздер, Қытайдан тікелей ол кездер точно ұшпайтын прямой рейстер болмайтын. Сөйтіп, самолетпен ол жақта самолетқа салу үшін аукцион болған кәдімгі. Біз ақшамызды былайша аштық товарымызды жеткізу үшін. Товарды Стамбулға дейін апарды. Стамбулда товар тұрды. Кейін Стамбулдан Алматыға кіргіздім. Ақшамды жаман шашты мен мына жаққа. Еще товарым жеткен соң пеня төледім, штраф где-то 800 мыңға жуық. Поэтому бұл өте опасно. Қытаймен әлі ерте, мен өзім айтам, оқытам сіздерді Қытайдан қалай товар алуға болатын. Вот. Тағы да естеріңізге сала кетейін. 27-ші ағынға кім тіркелем дейді осы. Қазір сізде получается, қазір сағат 9:49. Это что получается? 11 минут. 2 сағат 11 минутыңыз бар. 12-ге дейін тағы да біз ұзарттық, себебі кеше техникалық ақау болды. Альфа-банк істемей қойды, ссылкасы, рассрочкасы именно. Поэтому кім қосылам дейді, 12-ге дейін уақытыңыз бар, пожалуйста, қосылыңыздар. Сол үшін қорқамда уақытында келмей қаламы деп. Базарбекұлы, біз Қазақстанмен жұмысты үйретеміз сізді. Пока Қытай не надо. Насин, саламатсыз ба? Продукты мен овощ сату үшін қандай документ сұрайды? Сертификат па? Киімге ше? Ол Жұмагүл әр тендерді қарау керек. Кейін мына нөмірге жазам кімнен оқығанымды дейді. А что, не хотите в прямом эфире говорить? Почему? Сәлеметсіз бе, тіркеліп оқып бастадық. Молодец, Дидар. Мен сіздерді. Группа қалай? Қайсы группа сіздікі? 24-те, 27-де қанша сіздікі? Так, лайктарыңызға көп рахмет. Ал мен балаларымды сіздерге көрсетейін. Балаларым тіркелгім келеді, бірақ ақша жоқ. Рассрочка болады. Бізде Альфа-банктан рассрочка бар. Мен бүгін Эльмира, бір күнде қараңыз, уже 8-ші сабаққа келді. Молодец. Сәлеметсіз бе, Сабина ханым, қалайсыз? Талғат, шүкірмін, өзіңіз қалайсыздар. Так, ал балаларымды көрсетейін. Міне, біздің команда отыр. Міне, біздің команда. Міне, мынау Эльдар деген жігіт. Так, Бекжан деген красавчик баламыз. Айгерім ханым отыр. Көзі дәу болып отыр, сіздерге достық баш. Міне, мынау біздің Аяжан ханымыз отыр. Басқа адамдар енді қайта осы балалар отыр. Міне, Сұлтан деген біздің
Дорогу Султан Сулейман хан хазіретлері деген осы жігіт. Өстіп өзіміз прикол ұстаймыз. Міне команда мәлінде жұмыс істеуде. Себебі көп адам тіркелеміз деді. Кеше бір альфадан какой-то қателік шықты да. И вот жақында ғана түзелді. Сондықтан енді по секрету жасамай барлығыңызға айтамын деп мінекей тікелей эфирге шықтым. Все, командамды көрсеттім. Да? Тикток пен Инстаграмның орны нетіп кетті, ауысып кетті. Асем, давай, у меня здесь еще эфир, там у тебя эфир. Жаным. Так, в конце января еще будет курс онлайн, да, Адрагуль будет. У нас вообще тендеры каждый день вообще нету такого понятия, как сезон. Просто сейчас именно октябрь, ноябрь, декабрь самые жаркие месяцы на тендерах. То есть в конце декабря, да, будет. Жанна ханым қайда дейді. Жанна ханым бұл куратор. Ол жерде емес, Гүлжахан апайым отыр. Бұл менің кураторым болады. Ақысы қанша дейді. Анисананбетова. Ақысы курстың 160 мың теңгеден басталады. Модульді 75 мың теңгеге алуға болады. Так, Гүлмира. Кеттік, менде қазір 7 минут уақытым бар. Потому что рахмет, Күлпатс, рахмет. Потому что менде қазір сағат 10-да кураторлармен кездесу болады. Біздер қазір кураторлармен сөйлесеміз. 27-ші ағын сіздерде апта сайын зум кездесулер болады. Дайындалыңыздар. Спрос жесткий болады. Кстати, айтайын дегенім, бұл конкурсқа кім қатыса алады? Үй тапсырмасын орындаған адамдар қатысады, просто курс сатып алған адамдар қатыспайды. Так что дайындалыңыз әрекет жасауға, әйтпесе ешқандай конкурсқа қатыспайсыздар. Түсінікті ма? Мен сіздерге сразу айтам. Сәлеметсіз бе, қалай тіркелеміз? Смағұлов дейді. Амангелді Смағұлов, міне 87-277-288-66-99 нөміріне хабарласыңыз. Сізге толық консультация береді. Қазір Альфа-банкпен рассрочкамен қосылуға әлде мүмкіндік бар. Так, давайте 6 минут уақытым қалды. 6 минуттан кейін менде сертификат қайдан алуға болатын айтасыз ба? Я жолын айтамыз, көрсетеміз. Менің алтындарым қалай күшті білістетеді. Кстати, Гүлжахан апай өзіне осындай алтын комплект алды. Ол кісіге қатты риза болып отырмын мен. Алтын комплект алды өзіне. И еще Дубайға барады. Қандай керемет, да? Вот қараңыз, ол кісіде өмір енді басталып жатыр. Ол кісі басында қыздарына подарка алатын, тапқан ақшасына мен айтатын, зачем? Өзіңізге алыңыз, ну-ка давайте деп. Так что солай. Так, о маркете заказчик қалай заявка жібереді поставщикке конкурсыңыз дейді. Жібеков Каусар, о маркетте олар сатып алады, тендер жарияламайды. Товарды сатып алады о маркетте. Оны мен отдельно бөлек оқытамын. Оқиын десеңіз, пожалуйста, тіркеліңіздер. Так. Тағы кімде қандай сұрақ бар? Сертификат қайналуға болады. Баршаңызға онда қайырлы түн. Кім қазір курсқа тіркелем дейді? Рахмет жүректеріңізге. 87-288-66-99 нөміріне хабарласыңыз. Мен қазір 5 минуттай демалайын. Себебі қазір менде кураторлармен кездесу болады. Еще айтқандай сіздерге естеріңізге сала кетейін. Желтоқсан айында 10 күні Шымкентке келем мастер-классқа офлайн, 11 күні офлайн оқытам Шымкентте. Астанада 16 күні болады мастер-класс офлайн, 17 күні офлайн курс болады Астана қаласында. 18 күні офлайн мастер-класс Алматы қаласында и 19 күні офлайн Алматы қаласында болады. Бұл желтоқсанға план. И 31 күні біздер розыгрыш болады. Поэтому давайте әрекетке берекет. Әрекет жасаңыздар. 27 ағынға қосылам дейтін адамдарға, пожалуйста, тағы да ақша береміз мүмкіндік. Екі счетта можно объединить или каждый счет по отдельности дейді. Айдыкенші-то в смысле? Он Сағира моя ученица сейді. Вообще на 0 болатын тендерден. Отыр ғой үйде отырып, тендерлер тарсылдатып отыр ол кісі.
личкаға жазып қоймайды деп қояйыншы. Так, ал болашақ мен миллионерлерім и мои действующие миллионеры здесь тоже сидят, понимаешь? Действующих миллионеров очень много, но они такие потом пропадают. Я иногда обижаюсь, но они говорят, мы заняты, тендеры, то все, короче, начинается. Давайте әрекет жасаңыздар, отырмаңыздар, бос отырмаңыздар, әрекет жасаңыз, қаржылы сауатты болыңыздар, құқықтық сауаттылықтың деңгейін көтеріңіздер, әрекет жасаңыздар, әрекеттің түбі берекет. Поэтому баршаңызға қайырлы түн, жүректеріңізге рахмет. Келесі эфирде кездескенше 27-ші ағынға қосылуға әлі сіздерде 2 сағат 3 минут уақытыңыз бар. Мына номерге хабарласыз. 87-287-286-99. Если ИП приостановлено, можно возобновить. Всем пока!